Мен Семей қаржы экономикалық колледжінің оқытушысы Ахметова Айгүл Тусупжановна. Дипломалды педагогикалық тәжірибені ұйымдастыру жайлы бейне сабақ ұсынамын. Диплом алдындағы педагогикалық тәжірибенің тақырыптық бағдарламасы алдарыңызға ұсынылған. Мұнда бағдарлама 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім оқу орнымен, оның тарихымен және құжаттармен, қауіпсіздік техникасы ережесімен танысу. Екінші бөлім диплом алдында педагогикалық тәжірибені, оқу процесін тәрбиелік жұмыстар жүргізу. COVID-19 вирусының таралуына байланысты жарияланған карантин кезінде студенттер қажетті ақпараттарды интернет желісі, қосымша ақпарат құралдары арқылы алады. Дипломалды педагогикалық тәжірибенің өтілу уақыты 288 сағатқа бөлінген. Диплом алдындағы педагогикалық тәжірибені өтудің жұмыс жоспар кестесі. Мұнда міндетті түрде студент күнделік жазып отыруы тиіс. Әр күнге нақты тақырыптар белгіленген. Енді жаңағы күнделік жазғаннан кейін, барлық материалдар жинақталғаннан кейін, студент папкаға есеп жинақтайды. Есеп мынандайдардан тұрады. Сыртқы беті болу керек. Оқу орындағы оқу тәрбие жұмысын кешенді танудың нәтижесі, оқу және оқу әдістемелік жұмыстардың жоспары, сабақтан тыс жұмыстар, тәрбие жұмысын жоспарлау, кәсіптік бағдарлау жұмысы, қосымшалар. Мұндағы оқу орындағы оқу тәрбие жұмысын кешенді танудың нәтижесінде студент оқу орны жайлы мәлімет, ондағы оқытушылар және оқу орнының материалдық техникалық базасы жайлы материалдарды жинақтап салады. Оқу және оқу әдістемелік жұмыстардың жоспары бөлімінде оқуға қатысты өткізілген сабақтардың материалдары, жоспары, күнтізбелік тақырыптық жоспар, әдістемелік әзірленімдер салынады. Сабақтан тыс жұмыстар бөлімінде өткізілген интеллектуалдық ойындар сияқты материалдар жинақталады. Тәрбие жұмысының жоспарлау бөлімінде тәрбие жұмысының жоспары, өткізілген іс-шаралардың барлық материалдары жинақталады. Кәсіптік бағдарлау жұмысында өзі таңдап бөлініп берілген сыныпта кәсіптік бағдарламау жұмысын жүргізеді және соған қатысты материалдарды жинақтайды. Қосымшаларда жоғарыда аталған бөлімдер бойынша түсірілген фотосурет, алынған мәліметтерді жинақтайды. Жаңағы сыртқы бет алдарыңызда үлгі ретінде көрсетілген. Күнделіктінде сыртқы беті міндетті түрде педагогикалық тәжірибені күнделікті мәліметтер жазылып отырады. Енді сіздерге тәрбиелік іс-шараның бір үлгісін ұсынбақпын. Этикет қоғамдық орындарда өзін өзі ұстау мәдениеті тақырыбында. Мақсаты қоғамдық орындарда оқушыларды мәдениеттілікке, өзара достық қарым-қатынасқа, инабаттылыққа, сыпайылыққа, өзін өзі ұстай білуге тәрбиелеу. Этикет ұғымы. Этикет хан сарайларында рәсімділік сақтау тәртібінде пайда болған. Этикет сөзі француз тілінен аударғанда рәсімді реттеуші, қағаз, этикетка, рәсім өткізу тәртібі деген мағынаға ие. 18 ғасырда этикет деп монархтар сарайларында өзін өзі ұстау ережелерінің жиынтығын айтатын болған. Бірақ өмір бұл терминін одан гөрі кең мағынада қолданылуын қажет етті. Жоғары билік жүргізушілер арасындағы қарым-қатынастардың өз алдына бөлініп, қарапайым халықтан ерекшеленуінің нәтижесінде этикетке көп мән берілетіндігін тарих дәлелдейді.
Этикет билеушілер сарайындағы өмірді қатаң түрде реттеп отырды. Кімнің қашан тұруы керектігі, монархты кімнің қашан қалай киіндіретіндігі, аудиенциялардың өту тәртібі және тағы басқалар. Этикетке ұсақ түйектеп мән бермеуге болмайды. Өйткені сол қатынастағы ұсақ түйектердің дұрыс орындалмауынан қақтығыстар мен жанжалдар туып, тіпті мемлекеттер арасы шиеленісетін. Енді қоғамдық көлікте өзі ұстау мәдениеті суреттер арқылы сіздерге көрсетілген. Жоғарғы бөлікте және төменгі бөлікте өздеріңіз көріп саралай жатасыздар. Сәлем сөздің атасы дейді қазақта. Адамдардың ыстық ықыласы мен мейірімін, құрметін білдіретін осынау қазақы әдеп көнеден сақталып келеді. Үлкен, кіші болсын, таныс немесе бейтаныс адам болсын, амандасу әдептіліктің белгісі. Мұндағы маңызды мәселелердің бірі жылы шырай таныту, өзгелермен ізетті сөйлесу. Қазақта сондай-ақ әдепті бала, арлы бала деген мәтел бар. Яғни, адамның ар-намысы болуы да аса маңызды. Бір сөзбен айтқанда, әдептен аттамау, кішіпейілділік, ізеттілік, мейірбандылық, ақкөңілділік, тағы басқалар мінезбен өлшенеді. Орнымен сөйлеу, өзгенің сөзін бөлмей тыңдау да әдептілік. Әдеп сөзі ұят сөзімен байланысты. Яғни, ар-намысы ұяты бар адам әдептен аттамайды екен. Қоғамдық жерлерде өзін-өзі қалай ұстау керек? Үнемі өзінің жалғыз емес екенін есте сақтайды. Өзін өзгелерге кедергі келтірмейтіндей ұстайды. Біреумен сөйлесіп тұрып, сағыз шайнамайды. Шайнаған сағызын жерге түкіріп тастамайды, немесе үстелге, орындыққа, қабырғаға жапсырмайды. Қарсы келген үлкен кісіге жол беріп, өткізіп жібереді. Өтіп бара жатып, тайып кеткен кісіге сүйеу болады. Қоғамдық көлікте үлкендер мен балалы әйелдерді өткізіп жібереді. Оларға орын береді. Автобустан шығарда алдындағы кісілерді итермелемей, сыпайы ғана өткізіп жіберуді сұрайды. Көліктен түсерде қарттар мен балалы әйелдерге көмектеседі. Біреудің аяғын басып кетсе, сыпайы түрде кешірім сұрайды. Еш уақытта өзінің назарын аударған нәрсені қолын шошайтып көрсетпейді. Көзімен не ыммен көрсетеді. Кәмпиттің немесе сағыздың, қағазын тағы басқа заттарды жерге немесе қоқыс салғыштың сыртына лақтыра салмайды. Мұражайда өзін-өзі қалай ұстау керек? Жәдігерлерді қолмен ұстамайды, еш уақытта айқайлап күлмейді, қолын сілтемейді. Сонымен қатар кітапханада өзін-өзі қалай ұстау керек жайлы. Алған кітабын уақытылы тапсырады. Бұл кітапты өзінен кейін басқалардың оқитынын үнемі есінде сақтайды. Сондықтан оның бетін бүктемейді, жыртпайды, жазбайды. Оқу залында 1 минут болса да қасындағылармен сыбырлап та болса сөйлеспейді. Кітап оқып отырып ұйықтап қалмайды. Театрда өзін-өзі қалай ұстау керек? Спектакльдің басталуына 15-20 минут қалғанда келеді. Сондықтан да асықпай шешініп, өзін қалыпқа келтіріп, бағдарлама сатып алып, орнына ертерек барып отыруға уақыты болады. Өз орнына отырған кісіге қарсы қарап, бетін беріп өтеді. Кісілерді орнынан тұрып өткізіп жібереді. Билетте көрсетілген орнына отырады. Ал егер ол орын бос болмай, әрі босатудан бас тартса, ұрсыспай билет тексерушіге барып жолығады. Қойылым жүріп жатқанда сөйлемейді. Тамақ
жемейді, еденді аяғымен ұрмайды. Сахна жабылмай тұрып, орнынан тұрып, шығып кетпейді. Театрда өзін өсту мәдениетін сурет арқылы тамашалауларыңызға болады. Өздеріңіз қай бөлігінде дұрыс, қай бөлігінде бұрыс екендігіне көздеріңіз жетеді. Енді өтілген тақырыпты бекіту мақсатында кез келген ойын түрінде өткізуге болады. Сіздерге лотерея деген ойын түрі ұсынылады. Ол екі бөлімнен галерея, сөйлемді аяқтадан тұрады.